Құрметті азаматтар, бүгінгі тақырыпта азаматтық істер бойынша келтірілген зиянды өтеу туралы даулар бойынша азаматтық істерді қарау барысында тақырыпта ақпарат бергім келеді. Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасына сәйкес азаматтық немесе заңды тұлғаның мүлкіне, денсаулығына, өміріне немесе заңмен қорғалатын өзге де құқықтар мен мүдделеріне заңсыз әрекеттің салдарынан зиян келтірілген жағдайда келтірілген зиян заңда белгіленген тәртіппен өтелуге тиіс. Мұндай даулар жол көлік оқиғалары, мүлікке зақым келтіру, жазатайым денсаулығына немесе азаматтың өміріне келтірілген зиян болған жағдайда туындауы мүмкін. Мұндай істерді қарау барысында ұсынылған дәлелдемелерді жан-жақты зерттейді және де дәлелдемелерді ұсыну міндеті тараптарға жүктеледі. Растайтын сотқа дәлелдеме ұсынуға тиіс ол чектер, шығарылған қаулылары немесе хаттамалары, фотосуреттер, бейне жазбалар, басқа да дәлелдемелер болуы мүмкін. Сонымен қатар Қазақстан Республикасының азаматтық процесстік кодексінің нормаларына сәйкес аталған даулар бойынша келісімге келіп, тараптар дауды медиация тәртібімен реттеу туралы келісіммен, партисипативтік реттеу туралы келісіммен немесе де басқа да татуластыру рәсімдерімен арқылы шешіп, дау татуласу арқылы шешілуге мүмкіндік береді. Татуласу шешіммен келісімде нақты шарттары, орындау тәсілі, орындау мерзімдері нақты көрсетілуге тиіс. Келісімге екі тарапта қол қойылады. Сонымен қатар, егер келісім заңға қайшы келмесе, басқа да тараптардың мүдделеріне қайшы келмесе, сот ұйғарымымен келісім бекітіліп, іс бойынша іс жүргізу тоқтатылуға жатады. Егер тараптар келісімге келмеген жағдайда, сот істі мәні бойынша қарап, тараптарда ұсынылған дәлелдемелеріне толығымен зерттеп, баға беріп, іс бойынша шешім қабылданады. Құқықтарыңыз бен заңды мүдделеріңізді бұзылған деп есептесеңіз, сотқа жүгінуге құқықтарыңыз бар. Соттың басты мақсаты азаматтың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау, сот төрелігін қамтамасыз ету және әділ жүзеге асыру. Назарларыңызға рахмет.